Ананың өкініші. Ертеде жұптары жазылмаған, бақыттары баянды бір ерлі зайыпты өмір сүріпті. Таңның атысы, күннің батысы, қым-құрт тіршілік. Тіршілік дегенде екеуі де егін егумен айналысады екен. Күндердің күнінде ерлі зайыптының арасын жалғап тұратын тәтті нәрестеде дүниеге келеді. Енді ана атанды емес пе? Көптен күткен қуанышқа ұласып, той болып, баланың тұсауы да кесіледі. Анасы ес білгенше перзентінің жанында бақытқа толы күндерді өткізеді. Ал отағасы шаттыққа тола бастаған отбасын асыраймын деп зыр жүгіріспен күнінің қалай өткенін байқамай да қалатын. Манағы бала 14-15 жасқа толғанда анасы тамақ суын даярлап, жалғыз өзін үйіне қалдырып кететін. Жалғыз болғасын ба, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аузынан шыққанын әперіп еркелікпен өсірді. Бұл отбасы да баяғыдай емес еді. Күндіз түні тынымсыз еңбектің арқасында әжептәуір байып алған сыңайлы. Дастархан басында да өзге әңгіме үстінде де айтатындары түскен пайданың есебі, сатылған өнімдер, кіріс шығысы сықылды әңгімелер болатын. Өзге дүние ойларына кіріп те шықпайтынды. Осылайша бұл шаңырақтың да күні өте берді. Уақыт шіркін бір орында тұрақтамайды емес пе? Әке-шешесінің жасы келіп, балалары да апталдай азамат болды. Бір күні кешкі астың кезінде баласы ата-анасына қуанышты жағдайдың шетін шығармақ болды. Онысы үйленем деген сөзі еді. Сонда әкесі, балам, бір басымыз екеу болып жатса кім қой дейді, бердім батамды деп ырзашылығын білдіреді. Алайда ананың көңілінде кірбің бар еді. Перзенттерінің тұрақты жұмысы жоқ, өздері жұмыс басты болып кеткеннен кейін балаларының не істеп, не қойып жатқанынан да бейхабар еді. Енді мына бір табан астында айтқан сөзі сарылтып ойлатқандай. Бала оқымаған, не жұмысы жоқ, кіммен араласып, кіммен кездесіп жүргенінен де хабарсыз. Екеуі оңаша ақылдасуды мақұл көріп, тысқа шығып кетеді. Отанасы күйеуіне қарап, өзің де білесің ғой, перзентімнің жайы маза таптырар емес, істеген істері де бізге белгісіз, мұнымыз қалай болар екен деп, бір нәрсеге алаңдап, жаны жай таппай тұрады. Осыны байқаған отағасы ақырын езу тартып, «Әй жан-жарым-ай, сенің де айтпайтының жоқ екен, баламыз ақымақ дейсің бе? Бар тапқанымызды аузына тосып, еш нәрседен кейін де қалдырмадық. Ақымақ емес шығар, көресің бәрі жақсы болады. Әлі-ақ мына шаңырақтың іші сылдырлаған сәбилердің күлкісіне толып, солардың қызығына тоймай отырамыз деп, жұбайының тыныш таппай тұрған көңілін аулағандай болады. Арада 2 ай өтісімен кеше ғана тәй-тәйлап жүрген балалары шаңырақ көтереді. Қысқасы бір баласы екеу болды. Күніге таңертең келіндерінің қолынан шәй ішіп жүрген ата-ененің көңілдерінде ешқандай мұңның табы байқалмайды. Анасы да өткен уайымын ұмытқандай алаңсыз еді. Күндердің күнінде әлгі отағасы қартайып, аяқ астынан ажал құшады. Отбасы ауыр қайғыға душар болып, еңселері мүлде түсіп кетеді. Баяғы арқын-жарқын отбасы емес, келе-келе бала мен келіннің арасында түсініспеушілік пайда болады. Отағасы о дүниелік болғаннан кейін қайғының салдарынан оның жұбайы да төсек тартып жатып қалады. Анаға қарауды келіні ауырлық санап, бір бұрышқа төсек салып жатқызып тастайтын көрінеді. Бір қызығы келіндерінің де бала күнінде еті ауырмаған, еңбек етіп көрмеген, бір байдың барын аузына тосып, бой жеттірген жалғыз қыз екен. Михнат көрмегеннен кейін әлбетте төсекте сал болып жатып қалған анаға қарау оңай ерсіз бе? Алланың сауабы дегеннің мұрнына тіпті иісі де бармайтын шығар. Баласы жұмыстан келгеннен кейін аурудан зәрезап болып жатқан анасына тіпті көзінің қиығын да салмайтын көрінеді. Бір бұрышта іші қайғымен, сонымен қатар салдық ауруымен күрескен ана өткен күндерін ойлап, өксікке толы өкінішін еске алып жатады. Жоғарыда өзге дүние ойына кіріп те шықпайды деген едік қой, ол дүние бала тәрбиесі еді. Кезінде тынымсыз еңбектен қажып, жалғызына тәрбие беру керектігі ата-ананың санасынан шығып кетпеді ме? Міне соның жеткен жері.
Анасы осы баланың отау құрам дегенде ана жүрегі діріл қаппап па еді. Ботам жалғыз деп тұзға үйретпе, балам жалғыз деп асқа үйретпе деген ғой бабаларымыз. Жарықтық, ана осыны сезген екен ғой. Міне, тағы да жарға тірелеген жері. Енді тым кеш екенін түсінгендей. Осындай күйікпен жатқан ананы тағы да бір өксік жан дүниесі өртеп барады. Ол өксік 7 жасар немересінің осыны көріп өсіп келе жатқандығында еді.